Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақтың тақырыбы «Мен алма жеймін». Тема урока «Я буду кушать яблоко». Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Первое задание. Послушай, повтори. Мен алма жеймін. Я буду кушать яблоко. Алма дәмді, яблоко вкусные. Екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Второе задание. Ответь на вопрос. Сен не жейсің? Что ты будешь кушать? Не дәмді? Что вкусно? Алмұрт, груша, жүзім, виноград, алма, яблоко. Балалар, санайық. Табақта 5 алма, қолымда 2 алма. Қосқанда барлығын болады неше алма? Болады 7 алма. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша сөйлес. Третье задание. Послушай, повтори, поговори по образцу. Сен не жейсің? Что ты будешь кушать? Мен алма жеймін. Я буду кушать яблоко. Алма дәмді, яблоко вкусное. Сен не жейсің? Что ты будешь кушать? Төртінші тапсырма. Сана, боя. Четвертое задание. Посчитай, разукрась. Бесінші тапсырма. Тыңда, қайтала, қазақ тіліне тән дыбыстарға назар аудар. Пятое задание. Послушай, повтори, обрати внимание на звуки казахского алфавита. Балалар, демалайық. Қолды белге қояйық. Басты оңға бұрайық. Басты солға бұрайық. Bir oturып, bir тұрып, bir oturып, bir тұрып. Біз демалып қалайық. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар, балалар.